Қалайсыңдар достар, сендермен бүгін біз десеппен қалай easy headshot беру керек екенін үйрететін боламын, және де настройкаларын бәрін түзеп беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көреміз. Ал кеттік. Алдыңғы видеода обитоны бірінші болып тапқан адамдар, міне сендерді құттықтаймын. Егер де сендерді өстіп видеоларға шыққыларың келсе, онда обитоны любой жерде обита шығады, соны тайм-кодын астына комментқа қалдырып кетсеңдер, сендерді обязательно келесі видеоға шығасыңдар. Достар, алдыңғы видеода сендердің активтарың өте керемет болды. Егер де осы видеода да тура осындай актив болатын болса, келесі видеода дробашпен easy headshot беру керек екенін, қалай easy прям беру керек екенін шығаратын боламын. Сондықтан каналға подписаться етіп, лайк басып кетейік. Ол маған өте маңызды. Сендердің лайк басып отқан және коммент басып отқандарың маған өте маңызды. Ал кеттік, біз видеороликті бастаймыз. Сендерге советім, ол сендердің сенсаларың. Яғни DPI обычно тұрады, және де скорость указателін минимальныға түсіп тастайсыңдар. Мен оның алдында десертпен easy headshot беріп жүрдім, яғни оттяжканы смело кетіп жүрді десертпен. Сендерге советім осы, егер сендер закручивать ете алмасаңдар, яғни кнопка огняны оңға бұрып, кішкене көтеріп бере алмасаңдар, онда сендерге менің советім осымен нормальный скорость указателі минимальныға түсіп тастасаңдар, онда смело кететін болады оттяжкаларың. Егер онда действовать етпесе, онда менің сендерге советім DPI-ларыңды 5-ке көтеріңдер. 5-5-тен көтеріп, сонда нормальный кететін болады. Сенсалары, яғни скоросттарың көбейетін болады. Сонда сендердің дробашпен де, десертпен де смело кететін болады. Соны қолданыңдар, достар. Сендерге советім, ол достар, ол противниктарыңа байланысты. Сендердің противниктарың яғни секіріп, немесе қозғалып тұрған кезде прицелдарыңды чуть иықтан жоғары көтеру керексіңдер. Сонда нормально тиетін болады. Және де бір совет тағы да осы жерде закручивание деген болады. Сол астынан бастап чуть бұрып оңға қарай көтерсіңдер. Сонда прям easy берді. Менің самый главный секретім осы да, достар. Астынан кнопка огняны астынан ұстап, чуть оңға қарай көтеріп барып тұрсаңдар, сонда прям четкий кететін болады. Мен осымен біраз ютуберларды SNS-та отқан болатынмын. Сондықтан осы советті қолданыңдар. Закручивание етесіңдерді, яғни закручивать етесіңдерді, сонда easy кететін болады. Немесе противниктар жоғарға секіргенде прицелдарыңды иықтан жоғары ұстасаңдар, нормально кететін болады. Яғни немесе бастан жоғары ұстағанда автоприцел көтергенде закручиваниемен, яғни астыдан оң жаққа қарай барып атсаңдар, автоприцел срабатывать етеді да, и сразу хедшотқа кетеді. Яғни прицелдарыңды иықтан жоғары ұстаңдар. Осы совет, екінші совет осы. Менің сендерге үшінші советім, достар, ең прям нормальный, егер бағанан барлығы көмектеспесе, енді барлығын істеп көрсеңдер, көмектеспесе, онда менің үшінші советім сендерге менің запасной вариантым, как всегда запасной вариантым бар. Оның секреті использование, яғни быстрый смена оружиямен атысу. Яғни быстро сменаны баса қалып, одновременно кнопка огнян бассаңдар, резко рандом хедшот кетеді, өткен прям четко кетеді. Всегда көмектеседі деп айта алмаймын, бірақ енді маған көмектесетін запасной вариант ретінде қолданатын вариантым осы. Достар, осыны қолданыңдар, яғни астыдан аласыңдар, смена оружием басасыңдар да, резко кнопка стрелімнен басасыңдар, сонда хедшоттары easy кететін болады. Прям. Достар, егер осы видео ұнаса, каналға подписаться етіп, лайк баса. Егер осы видеода 100 лайк шығатын болса, келесі видео дробашпен обучалка шығатын болады. Ол кезде бұдан да көп информация айтатын боламын. Сондықтан каналға подписаться етіп, лайк басып кетейік. Ал келесі видеода кездескенше.